Мұхтар Мағауин. Коммунистік реализм. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Будет жить при коммунизме. При коммунизме. Ғажап емес пе, ей жігіттер, деді Жарас екі құлағы екі езуіне жетіп. Ғажап қой, неткен батыл жоспар, тоқтаусыз жүзеге асатын жоспар. Жүзеге асады, біз алмайтын қамал жоқ. Совет адамдарының бүгінгі ұрпағы коммунизмде өмір сүретін болады. Коммунизмде өмір сүретін болады. Коммунизмде. Что-то не так, деді Баубек. Что не так? Деді Жарас күлкісі езуінде қатқан қалпы, көзі бақырайып. Ұрпақ, бүгінгі ұрпақ. Радио қырқыр етті. Алақай ма, айқай-шу ма, немесе дабыл мен аттан ба, қарлыққан қытырлаған дыбыс төбемізді тесіп барады. Сен сонда күмәнданасың ба? Деді Жарас Баубекке төніп келіп. Күмәнданам, деді Баубек аудармаға. Қазтактың парықсыз аудармасына. Ұрпақ деген ұрпақ, болашақ төлі, келер нәсіл. Бүгінгі әулет немесе бүгінгі буын ғой. Жоқ жігіттер, мәселенің бетін ашып алайық. Бейбітшілік жолындағы қайтпас күрескер Никита Сергеевич Хрущев өз қолымен жасаған программада нақты айтылып отыр. Енді 20 жылдан соң 1980 жылы Совет одағында коммунизм орнайды. Сол кезде мына төртеуіміз 40 жаста боламыз. Коммунизм. Адамзаттың сәулетті болашағы орнайды. Ал сендер селт етпейсіңдер. Не ойлайсыңдар? Алдымен Баубектің ойын анықтап ал, деді. Асты түскен енсіз темір төсекте қисайып жатқан қалпы. Күнделікті әдетімен өлең шығаруға кіріскен сәрсен. Баубекте жазу үстінде отырған. Төсегінің бас жағындағы кетік бұрыш бозғыл текшеге шұқшия тұқырып, ойға шомған қалыпта. Алдында айқар ашылған қалың дәптер, қолында нығарлай ұсталған жуан автоқалам. Бұл жолғысы әңгіме. Тау басында деп аталады. Бастағанына 20 күн. Алғашқы 2,5 сөйлемі ғана жазылған. 8 класста оқитын Сәрсен мен Бекет демалыс күні шаңғы тебуге шықты. Екеуінің қолында 3 таяқ, соңдарына ерген кәрі бөрбасар. Ой, жарайсың. Кәнігі жазушының қолтаңбасы, деген Сәрсен. Классиктер осылай бастайды. Унтер-офицер Пришибев, сен адал азаматтарды келеке қылғаның үшін жазаға тартыласың. Чехов. Немесе көз таныс екеу. Жоқ, 2 дос. Әйтеуір 2 адам. Темір жол вокзалының алдында кездесті. Толстой мен Тонкий. Міне, Бекет екеуміз шаңғы тебе шықтық. Енді тезірек жұмыс тауып бер бізге. Ұнамды кейіпкерге лайық жұмыс. Сосын бөрбасарды мойнақ деп өзгерт. Соңдарында салбақтаған сары мойнақ көбік қарға малшынып. Қандай сурет? Солай жаз. Прозаға ұйқасты сөз үйлеспейді, деді Баубек. Олай жазбаймын, бірақ әңгімесі алға жылжымай қойды. Бөгесін көп, жағдай жоқ, дейтін өзі. Жайласы отырған күн еді. Қырсыққанда радиосы құрғыр, оның үстіне мына Жарас. Жоқ, Баубек жолдас, жалтармай турасын айт, дейді. Жауап алған тергеуші сияқты. Қалай ойлайсың? Мен ештеңе ойламаймын, деді Баубек сол тұнжырап отырған қалпында. Мен қостаймын, қолымды көтерем, уралап айқайлап берем. Не керек осыдан артық?
Сенің мұның саяси қате, деді Жарас. Нағыз идеясыздық, келісімпаздық. Біз болашақты өз қолымызбен орнататын жас ұрпақпыз. Аталарымыз революция жасады, әкелеріміз социализмнің іргетасын қалап бекітті. Енді біз жаңа қоғам орнатуға тиіспіз. Иек астында тұр ғой, көз жетіп тұр ғой, ойлашы өзің, қиялдап көрші. Баубектің қиялы жетпей жатыр, деді Сәрсен. Әйтпесе уралап далаға шығып кетер еді. Коммунизм қайда, жете алмайды бұл түрімен. Әңгімесінің сиқаны бас кейіпкер Бекет екеуміз. Осы Жарастың жалғыз өзін алу керек еді. Жарастың бейнесін социалистік реализм әдісімен ұнамды тұрғыда жасау керек, деді Баубек мырс етіп. Ал менің кейіпкерлерім әлі оң-солын танымаған боқмұрын балалар. Қағазына қайта шұқшиды. Ал сен не ойлайсың? Мен неге ойлауым керек? Деді Сәрсен таң қалған кейіпте. Коммунистік манифест бар, коммунистік программа бар, Никита Сергеевич бар, сен барсың. Мен ондай дәрежеге әлі жеткем жоқ, деді Жарас. Айырмасы қанша, деді Сәрсен есінеп. Коммунизмде барлық адам тең болады. Қойшы мен академик, аспаз бен үкімет басшысы кез келгені қалаған уақытында ауыстыра береді. Обкомның секретарын апарасың да, мойынқұмда қой бақтырасың. Ал қойшының ядролық институтқа директор етіп тағайындайсың. Ядролық институттың директоры профессор, академикті студенттік асханаға кеп қаспақ қырғызасың. Пақ шіркін, сәл нетіп тұрсың. Олар өседі ғой, жетіледі ғой. Сосын тең болған соң, әрине тең болады. Коммунизмде бәрі тегін, бәрі теңеседі. Рас қой, айтып тұрғаным. Рас, ендеше оқып, жан қинап, қажеті қанша? Жұмыс істеп керегі не? Мына Бекеттікі бос әуре. Кезегі келді, пікірін сұра. Манадан бері қара тер болып, радиодан естігенін конспектлеп жатыр. Бекеттің төсегі тұйық бұрышта, аяқ жағы терезеге ілінеді. Қазір жарыққа қарсы, жастығын аударып, етпеттей жатқан. Үстінде қолтығы созылған өңі түсі белгісіз ескі мәйкі. Алдында екі бүктелген газет көлемінде жұқа тақтайша. Бір заманда нан жайылған ризықты ағаш. Ақылы мол Сәрсен әлде қайдан тауып әкеп берген. Рахат болды, дейді Бекет. Жұмыс орны жақсарғаннан бері өнімді еңбек үстінде, аю адам алатын көлемді хикаят. Жартылай аңыз, жартылай шындық. Аю алып, қашып кеткен әйелден туған. Адамдар арасына түсіп қаншама қорлық, бейнет шеккен. Ақыры ежелгі еркін өмірге қайта оралған ғажайып пенденің өмір тарихы. Социалистік реализмге сәйкес келмейді деген өзгеше әңгіменің шет жағасын аңдаған Жарас. Социализм реализмге сыймайтын тақырып болмайды деген Сәрсен. Мәселе қалай жазуда деген Баубек. Бекет ешбір әдіске қараған жоқ. Қалай жазам деп те сұрамады. Алғашқы күннен бастап екпінді қарқын алған. Тор көз қалың қара дәптерде еңсеріп қалды. Хикаят романға ауысып кетеме деген қауіпіміз бар. Өзінің айтуынша, 3-тен біріне жаңа жеткен. Сен қалай ойлайсың? Деді Жарас төніп келіп. Ей, жасырмай шыныңды айт, деді Сәрсен. Мойыл көзді, қара торы, арық Бекет басын көтеріп, бөлме ішін шолып шықты. Арғы бұрышта текшеге төне отырған Баубекке көз тоқтатып аз бөгелді де, умаждалған жастыққа таянып, кітап оқып жатқан маған қарады. Аюдың баласын қазақта не деп атайды деп сұрады сәлден соң. Ей,
аюдың өмірбаяны туралы роман жазасың, баласы мен әйелінің атын білмейсің, деді Сәрсен. Біздің Атырауда аю жоқ. Онда даладағы киік, теңіздегі ит балық туралы жазбадың ба? Қонжық болса керек, дедім мен. Кәдімгі орыс тарихында аталатын белгілі Қыпшақ ханы Кончак бар ғой, сол Қонжық. Кончак, Қонжық. Бекет жазу теңізіне қайта шомды. Осы сен зерттеуіңді қойып, неге тарихи роман жазбайсың? Деді Сәрсен маған қарап. Ескілік сарыны қажетсіз тақырыптар, деді Жарас. Бүгінгі жарқын заманды жырлау керек. Никита Сергеевич екеуіңе қиын болды, деді Сәрсен. Әдебиетті партиялық жолдан тайдырмай ұстап отыру оңай ма? Рас, жат сарыңдар, жалған идеялар жабысқақ келеді, деді Жарас әдетінше. Сәрсеннің сөзін елемей, бірақ біздің әуелден қалыптасқан сара жолымыз бар. Содан таймау керек. Бұрынғы аз, енді жаңа заманға сай жаңа әдебиет жасалуға тиіс. Жасаймыз, деді Сәрсен. Міне, мен жаңа өлең жаздым. Ал тыңдаңдар. Сыр дария, нұр дария сарқылмас. Қазағымның ырысысың таусылмас. Неге қазақтың ғана ырысы болады, деді Жарас. Сырдария ең алдымен Совет өзені ғой. Совет екеніне дау бар ма? Бірақ қазақ жерінде жатыр емес пе, деді қаламын тастамаса да әңгімеге бұл жолы бет бұрған Баубек. Неге тек қазақ жерінде? Қайдан бастау алады? Жарамайды бұндай ұлттық өзімшілдік. Коммунизм кезінде ұлт деген жойылады. Тіл де ортақ болады. Ұлт та ортақ. Барлық игілікті совет халқы жаппай пайдаланады. Қазағымның ырысы қайдағы қазақ? Ей, Волга, орыс өзені деп жатпай ма еділді? Кәдімгі біздің еділді, деді өлеңін үзгенге шамданып отырған Сәрсен шынымен ашуланып. Дұрыс, деді Жарас, дұрыс айтады. Волга русская река. Тарихта солай. Қай тарих? Деді мен әңгімеге еріксіз араласып. Бұдан 2000 жыл бұрын еділ деп аталған. Күні кешеге дейін біздің бабаларымыз жайлап сулаған. Орыс тарихшыларының өзі солай жазады. Карамзин, Соловьев, Ключевский. Олар буржуазияшыл тарихшылар. Нақты деректерше, бұлтартпас дәлелдер. Буржуазиялық объективизм, деді Жарас былқ етпей. Біз ондай деректерді таптық тұрғыдан іріктеп, өзіміздің идеялық бағыт-бағдарымызға сәйкесін ғана пайдалануға тиіспіз. Солай әдебиет тарихшысы Мадияр Жолдас. Саппас, деді Сәрсен жерге түкіріп. Сен алысқа барасың, деді мен әрең еш жиып. Совет үкіметі аман болса, сен бұзбайтын қамал жоқ. Кім? Деді Бекет басын көтеріп. Қаламын бір қалыпты ұсақ жазылған қалың дәптерінің үстіне көлденең қойып, салыққан оң қолын сілкіді. Қарным ашты. Неше бет жаздың, деді Сәрсен. 5 бет. Күніне 5 бет. Бір айда 150, бір жылда 1500, 1800, 3 тонн. Дюйма болып кетпейсің бе? Мен демалыс күндер ғана 4-5 беттен жазам. Қалған уақытта қол тимейді. Жарты бет, асса 1-2 бет қана. Оған да тәуба, деді Сәрсен. Жылына 1 томнан ғана. Ал сен, Баубек, қанша жаздың? 3-ші сөйлем аяқталды ма? Бүгін жүрмеді, деді Баубек те қаламын қойып. Қарысып қалған саусақтарын жазып жұмып, екінші қолымен тарамдай бастады. Уақай емес. Флобер кейде ай бойы табанда отырып, бір жол тартпаған екен. Сенің жағдайың одан тәуір.
Жігіттер, сендер Маркстың қалай жұмыс жасағанын білесіңдер ме? Деді Жарас. Еңбек деп соны айт. Британ музейінде тапжылмай отырып. Сен бәрін оқығансың, дедім мен. Бәрімізден көп білесің. Сталиннің еңбектерін оқыдың ба? Ол кісі қалай жұмыс істепті? Қайдан білем? Неге оқимын? Деді Жарас шар етіп. Өзің оқы. Маған керегі жоқ Сталиннің де басқасының да. Саған керек. Ал Америка журналын оқыдың ба? Ау жігіттер, ол кімге қажет? Ол сандырақ. Ол өтірік, шылғи теріс үгіт. Кімдер оқиды соны? Кімдер таратады? Екі мемлекет арасындағы келісім бойынша басылады. Яғни заңсыз емес, жабық емес. Оқып көріп мәнісін аңдап, идеялық тұрғыдан соққы бермейсің бе? Таралмасын, бұзады, бүлдіреді деп хат жаз Мәскеуге, талап қой. Онсыз да бітеді шаруасы, деді Жарас қанын ішіне тартып. Бос талбаса, қайшылық жайлаған капитал әлемінің ең соңғы тұяқ серпіні. Новый мирге қалай қарайсың? Ахматова мен Зощенконың шығармаларын оқып көрдің бе? Қарным ашты, деді Бекет апасынан тамақ сұраған кішкене баладай. Баубек, жазып болдың ба? Мадияр, қайтып келген соң оқисың. Кім? Марко Поло. Поло? Мұндай жазушыны естігем жоқ. Кімде ақша бар, деді Баубек. Ақша? Бекет төсегінің аяғында салбырай ілініп тұрған шалбарының қалтасын ақтара бастады. Кеттік, дедім мен. Тез, асхана жабылып қалады. Туй, сен де дәукессің, деді сыртқа шыққан соң Сәрсен маған. Сенен дәукес емес, деді Баубек. Мен әрбір сөзді өлшеп, есептеп айтам. Әкемнің туған ағасы бір ауыз сөз үшін 10 жылға кеткен. Аулымыздың жартысы түрмеде өлді. Бұл да аңдамай айтқан сөз, дедім мен. Қойшы, тым құрса өзара іш босатып алмасақ, ал анау, өзі КГБ-ның агенті ме деймін. Тіміскіленеді де отырады. Бүгін тіпті бастырмалатып қоймайды ғой. Әңгімені еділге тірелгенде жүрегім зырқ ете түсті. Сен әлгі өлеңдерді айтама деп, Мұраттан. Әуелі келіп орыс еділді алды, Сарытау Астраханның жерін алды. Ой жалған, бақтайды, дәурен өтті деген осы. Еділді келіп алғаны, етекке қолды салғаны, жайықты келіп алғаны, жағаға қолды салғаны. Бұл аз болғандай Америка журналында нең бар еді? Новый мирді сен қорғап, Ждановтың қаулысын сен түземекпісің? Білем бәрін, бірақ 200-ді болып барамыз. Ең аяғы осындай сүңет төбеңде ойнаса, қалай шыдарсың? Шыдау қиын, деді Баубек. Бүгін тәп-тәуір отыр едім, бастай бергенде. Я, айт ойдағаны, жаз көңілдегені. Бірақ орнын тап, тұзаққа мойын ұсыну да ерлік пе? Аталарың айтып өлген, сенің әлі шиқ еткен дыбысыңда шыққан жоқ қой. Аңдап бассаңшы аяғыңды. Біз аңдап басатын едік, сақ едік. Бірінші курста дәріс жаңа басталғанда, факультеттің жалпы комсомол жиналысында мен Қазақ университеті аталатын үлкен білім ордасында кеңес жиын атаулы неге тек қана орыс тілінде өткізіледі деп сөйлегенім бар. Осыған жалғастағы біраз қоқыстың шеті шыққан. Бүкіл филология факультеті 700 адамды көпұлтты студенттер қауымы гуілдеп кетті, гуілдеп барып қалттынды. Университет партия ұйымының белді қайраткерлерінің бірі, марксистік философия кафедрасының аға оқытушысы Зейнел Тұрғанбеков дейтін шұбар бет, шот маңдай ұстаз мұндай ұлтшылдыққа қолма-қол атпор берді. Қазып жеткізіп, негіздеп әрең тоқтаған, бірақ біздің жігіттер тоқтамады. Бірінен соң бірі сөйледі де кетті. Бұдан соңғы ұстаздардың ақыл айтқан, ұрысқан, нығыртқан сөздері дабыр астында қалды.
жиын арты дауға айналып, түн ортасы ауғанда кезекті мәселе комсомол басшыларын жаңадан сайлау екінші күнге көшірілген. Онымен де бітпепті. Біздің курста тиісті тәрбие жұмыстары жүргізілген. Жекелеп әңгімелесті, топтап уағыз айтты. Негізінен өзіміздің оқытушылар партия комсомол қайраткерлері. Бала болсақ та, бұлардан тысқары қуаттырақ күш тұрғанын және біразымыздың сырттай бақылауға түскенімізді аңдап едік. Оның үстінде әркімнің өз шаңырағы, өз ауылына алып келген өмірлік тәжірибесі бар. Біреудің әкесі сотталған, біреудің ағасы, біреудің туысы, танысы кеткен. Ал мен... Кім біледі менің сырымды? Арғы хандық дәуірде ел тұтқасын ұстаған, бергі патша заманында ағартушылық жолын қуған, ақыры советтендіру кезеңінде аумалы төкпелі оқиғалардың бел ортасында жүрген біздің ежелгі әулет 40 жыл бойғы қуғын сүргін, ату айдаудан соң құрып бітуге таяған, басы бүтін ең соңғы тұяқ кәмелетке әлі толмаған мен, жалғыз мен екем. Әрине, комсомол жиынында сөйлемеуге болатын еді. Көз ашқаннан тұзақ жайып танып өскем, бірақ шыдай алмадым. Ішіме сыймады. Жарылмаспын. Әйткенмен, дәл сол күні, шәлдір мен шаңқыл көмген сол күні, осыдан 3 ай бұрын Алматының босағасын аттағаннан бергі көрген жан төзгісіз қорлықтың бір мысқалын сыртқа лықытпасам, өзімді өзім сыйлаудан қалар едім. Амал жоқ, сөйледім. Түк өнбесін де білдім. Сөйте тұра тоқтай алмағам. Оның үстіне орынды, заңды ғана емес бейкүнә, ешкімге зияны жоқ пікір көрінген. Көкірекке тұнған пәленің ең жеңілі осыншама шу шығарғанда басқасы қайда апармақ? Енді іштен тынып, күш жинағаннан басқа амал жоғына көз жеткен. Ең алдымен ескі басылымдарды түгендеп оқуға кірістім. Айналасы 2 жылда Қазақ газетін, Абай, Шолпан, Таң журналдарын, тағы қаншама пәлекетті түгел парақтап, тексере оқып шықтым. Бұл шылбыр босаңсып, аз-маз кеңшілік туған заман еді. Тарихқа енген жылымық күндер. Орталық кітапхананың сирек кітаптар бөлімі және арнайы қор аталатын жабық қойма сұраған әдебиетіңнің көбін береді. Бірақ аты жөніңді, мекен тұрақ, оқу кәсібіңді, паспорттағы тіршілікке қатысты барлық таңбаларды тіркеп алып отырады. Әр жолы жаңа атау сайын жаңадан тіркейді. Барар жері белгілі, бірақ мен тарихты тексеру, заман ағымын аңдау нәтижесінде үлкен бір даналыққа жетіп едім. Ол өмір жолындағы ең негізгі қағидаға айналған. Советстан, біздің стан, соғыстан деген Сәкен де кеткен, қараңғы түн, толқындаған қызыл қан деген Мағжан да кеткен дейтін ақиқат тезис. Әрине, балтаға бас ұғынбайсың, бірақ жағылумен жан сақтамасаң анық, арбаның күпшегінен бойың асса біткені. Ал мен, шынымды айтайын, аталар жолын ары жалғастыратын ол істер жасайтыныма, ақыр түбі үлкен даңқ, абыройға жетеріме күмәнданған емеспін. Арбаның күпшегі қайда, аспандағы айдан үміткермін. Сөйтіп жүріп жатқанбыз, төртеуіміздің, Бекет, Сәрсен, Баубек және мен, Мадияр төртеуіміздің жолымыз жазылмайды. Сәрсен ақын, Бекет пен Баубек прозашы, мен қазақ әдебиетінің тарихын қайта жасамақпын. Аузымызға сақпыз, бірақ өзара ашық сөйлесеміз. Айтылмас әңгіме, қозғалмас тақырып жоққа жуық. Еркін едік. Осыдан бірер ай бұрын ғана тар бөлмедегі 4 төсекті тықсырып, 5-ші төсек қойылды. Үстімізге жарас кірді. Бізден бір көріш жоғары. Келген бетте ақыл айтуға кіріскен. Ақылда емес, өзінің саяси көз қарасы туралы ұзақ сонар лекция оқиды. Бізге таныма лекция. Университет табалдырығын аттағаннан бері жүйкемізді тауысып, құлағымызды сарсытқан Совет одағы коммунистік партиясының тарихы, қысқаша курс
аталатын ең негізгі пәннің нақты мысалдармен бекітілген жаңғырығы. Егер үкімет пен партияның әкелік қамқорлығы болмаса, біз оқып білім алып, осындай жатақханада тұрмас едік деген алғашқы кеште. Қандай жатақхана деп сұрады күнделікті жазу әлегіне кіріскен. Яғни арасында бізбен әңгімелесіп, сөйлесіп отырып ақ жаңа повесінің алғашқы тарауын шымыждай тартқан Бекет. Жатақханамыз сыйықсыз еді. Сірә совет үкіметімен құрдас Г әріпі киіпті. Жалғыз қабат қамыс үй, дымқос. Сыры тозып, қиюы қашқан сықырлақ еденнен көк иісі шығады. Жаңбыр қаттырақ жауып кеткен бір күні төбеден су тамшылағаны бар. Күн жылы, әзірше қоңыржай. Күз қалыңдап, қыс түссе салқын болар, сыңай танылады. Оның үстіне дәл іргедегі Пастер аталатын көшеде трамвай жолы бар. Әрбір 5-10 минут сайын еденіміз солқылдап, қабырға дірілдейді. Бүйірдегі Чайковский аталатын желекті 40 ру келімсектер ертерек орнаған жеке меншік үй-жай, бау-бақшалы. Сырттай қарағанда күй тұнған шағын көше кешке қарай көзге түссе көргісіз тас қараңғы болады да, бейсауат өткен жалғыз жарым кісі жолы оңғарылса жай ғана тоналып, әйтпесе соққыға жығылып, пышаққа ілініп жатады. Аяқ жетер таяу маңда не асхана, не азық-түлік дүкен жоқ. Қандай жатақхана, деді. Ол да әдепкі жазушылық, немесе жазбаушылық. Кәсібіне ыңғайланған Баубек Бекеттің сұрағына мағынасыз қайталап. Жолдастар, бұларың астамшылық, деді Жарас. Жатақхана қайда? Капитал елдерінде жас ұрпақтың оқуға, білім алуға хақысы жоқ. Бір үзім нанғазар. Жаппай қайыршылық, аштық жайлаған капитал елдерін. Қайдағы жатақхана, миллиондаған адам баспанасыз, аш-жалаңаш. Ашық аспан астында қаңғып жүр. Рас па ей, деді Сәрсен. Сенбесең барып көр, дедім мен. Капитал әлемі қайшылықтың шегіне әлі жетіп болған жоқ. Көрешегі алда, деді Жарас. Сонда қайтпас күрескер Никита Сергеевич Американы қуып жетіп, басып озайық деп ұран тастағанда қалай болды? Қай жағынан басып озамыз, дедім мен ескі жынымды ұстай алмай. Біз барлық жағынан озық емеспіз бе, деді Сәрсен. Сутегі бомбасын бұрын сынадық. Космосқа алдымен ұштық. Халықтың тұрмысы өзіңде айтып тұрсың, бізде тағы жоғары. Сонда неменеден қуып жетіп басып озамыз? Беу, деді Жарас шынымен киіп. Догма деген осы. Ойлай білу керек, жан басына шаққанда ғой. Жан басына шаққанда басып озуымыз керек, әртүрлі игіліктерді. Мәселен сенің, менің еңбекшілердің қанын сорып жинаған 5 миллион долларым бар. Қалған төртеуінде көк тиын жоқ. Сендерді сондай халге жеткізген. Ал орта есепке сал, біздің әр қайсымызда 1 миллионнан болып шығады. Міне көз бояушылық қайда жатыр. Біз бояй алмаймыз, деді Баубек күрсініп. Стипендияға әлі 10 күн. Қалтамызды түгел қақсақ, кісі басына 5 теңгеден шықпайды. Міне, сол үшін күресеміз ғой, деді Жарас, қитықса да беріспей. Сенің не үшін күресетінің белгілі болды, деді Сәрсен. Енді мына романистеріміздің не үшін күресетінін анықтау керек. Келер жылды білмеймін, биылғы күресіміз айқын, дедім мен бір түрлі құлазып. Тамаша емес пе, деді Жарас қайтадан көңілденіп. Я, дестік, манағы сұрағын ұмытып, сызуға кірісіп кеткен Бекеттен басқа үшеуміз мысымыз құрып. Ғажап екен. Сол сәттен бастап бар тынышымыздан айырылдық. Жарастың кіріспейтін сөзі жоқ, араласпайтын әңгімесі жоқ. Және бір сарын. Бәрін жалғызақ мәселеге әкеп тіреді. Совет үкіметінің арқасында. Социалистік қоғамның артықшылығы, жыртқыш американ империализмі, қайшылық жайлаған капиталистік әлем. Безер болдық, қой дегенге тоқтамайды. Дауласа бастасаң, қателесіп кетуі мүмкін. Титығымызға жетті. Осының өзі КГБ-ның тыңшысы, дейді Сәрсен.
сақ болайық. Бірақ сақтықтың да шегі бар емес пе? Оның үстіне өкімет пен партияны алғыспен еске алмай айтқан кез келген сөз идеялық қатеге ұрындыруы мүмкін. Тіпті аспандағы жұлдыз бен ай сәулесінен, ағымдағы жыл мен күн атауларынан да саяси көзқарасың таңылады екен. Осы биыл қай жыл, деді бірде Сәрсен. Өлең ұйқасына керек болды ма, жай ғана есіне түсіп кетті ме, маған қарап. Тышқан жылы, дедім мен. Қап, ит болғанда қатып кететін еді. Жылан қашан? Жылан өтіп кетті ғой, баяғыда. Ит жылы да өтті. 58-де. Ей, надандық-ай, деді Жарас бас шайқап. Ит жылы, тышқан жылы жарылқаған екен. Ит жылы. Доңыз жылы деген де бар, дедім мен ыза болып. Яғни шошқа. Шошқа. Я, шошқа жылы. Әлде сен шошқаға да қарсымысың? Қарсымысың шошқаға? Онда оқуға қалай түстің? Емтихан, зачеттарды қалай тапсырып жүрсің? 5 түлік малымыз бар, бірі шошқа деген өлеңді білмей. Совет ақыны шығарған, совет колхозшылар айтқан. Оны қоя қой. Партия мен үкіметіміздің басшысы Никита Сергеевич Хрущев жолдас Алматыға келгенде не деп еді? Интернационализм турасында. Шошқаның майы мен жылқының етін араластырып, дружба народов деген колбаса жасаса, оны орыс та, қазақ та сүйсініп жер еді. Сен не, партиялық нұсқауды да теріске шығармақпысың? Да, здравствует, дружба народов колбасасы. Дәп солай емес шығар, деді Жарас сенімсіздеу. Дәп солай. Июль 1956 жыл. Маймыл жылы. Алматы, орталық ипподром, Қазақстан еңбекшілерінің алдында сөйлеген сөз. Мұны білуің керек еді. Келгенін де, сөйлегенін де білем. Тек университетке тапсырып, абитуриент болып жүріп. Өзімшілдікпен жүріп, тарихи оқиғадан шет қалғансың. Біз ауылда жаттық, ұшарға қанат жоқ. Газеттен оқуға тура келді. Орынды сөз бе? Не? Сөз. Менің сөзім емес, дружба колбасасының жайы. Орынды. Орынды емес деп көрші. Сонымен шошқа мәселесін шештік. Ит жылы дегенге күлдің. Қазақ надан емес, сен надансың. Білесің бе, ит дегенің не екенін? Не емес, кім екенін? Біздің қасиетті шекараны қорғап, қызыл чекистерге серік болып жүрген кім? Советтік асыл тұқымды овчаркалар, яғни ит. Оның үстіне сен білемісің, социализм орнатып жатқан бауырлас кәріс халқының ұлттық тағамы еті екенін. Бауырлас кәріс халқының ұлы көсемі, әлемдік коммунистік қозғалыстың аса көрнекті қайраткерлерінің бірі Ким Ир Сен жолдастың өзі қастерлеп жейтін ит етінен жиіркенесің. Советтік шекараны қырағы күзетіп отырған ит қауымына тіл тигізесің. Мен енді ол иттерге емес, бұрынғы ит қой, баяғы заманда қойылған ғой жыл атауына. Ол ит бүгінгі иттердің даңқты атасы, дедім мен әбден масайрап. Мына сенің аталарың Александр Невский, Суворов пен Кутузов болса, бүгінгі советтік иттердің атасы кешегі Бөрібасар мен Бардасоқ Банқасқалар, білесің бе? Сәтбек батырдың шекара бұзған қанқұйлы қарақшыны қалай жеңгенін. Кәдімгі қазақтың сары ала төбетінің арқасында. Бұл төбетті бүгінгі қызыл шекарадағы овчаркалармен туыс емес деп көрші. Колхоз байлығын, социалистік меншікті қорғап отыр. Біздің совет қойшылармен бірге қой күзетіп. Ей, қойсаңшы, деді Сәрсен. Ей, жынды қылдың ғой әбден. Мен сізге ұнамайды екен деп, өзімнің саяси көзқарасымды жасыра алмаймын, дедім мен. Өте тамаша шықты. Сәтбектен басқасы, көп білгеннің пайда, зияны қатар жүреді. Жарас та көп білетін,
бірақ Сәтбектің атын естімеген сияқты. Тек мойындағысы келмейді. «Я Сәтбек», деді. «Александр Невский, Суворов пен Кутузов менің ғана емес, бәріміздің атамыз». «Ал Сәтбек, ойдан шығарып тұрған жоқпысың? Қай кітапта не істеген?» «Артықтау кеткенімді сонда ғана аңғардым, бірақ шегінер жол қалмаған. Қиялап шығуға тура келді». «Не істеген?» «Батыр болған, елін жұртын сырт жаулардан қорғаған, Қандыбалақ қарақшының басын шапқан балтамен. Алдымен серіктерін жайратады, бір-бірлеп. Ақырында атаманның өзін. Әуелі қолын шауып түсіреді, содан соң басын». «Иті қайда?» деді Жарас. «Иті. Бір қолы шабылған қарақшы алыса кетеді ғой біздің батырмен. Дүлей пері әл бермей күш ала бастайды. Сол кезде ғой иттің...» «Жақсы», деді басылып қалған Жарас маған өлімсірей қарап. «Мен табам, өзім оқып білем». Осылай ұсталдым. Оқымаған, бірақ тауыпты. Марксистік философия тарихынан беретін қарт оқытушы Тұрғанбековтан сұрап, бірер аптадан соң кешкілікте мені оңаша әңгімеге сыртқа шығарды. «Жассың» деген. «Болашағың алда. Жат идеяларға беріліп, сара жолдан ауытқып бара жатқандайсың. Ол Сәтбек деген қазақ халқының жауы екен, Россияға өз еркімен қосылуға қарсы болған. Ұлы орыс халқының ардагер батыры, Сібірді бағындырған Ермакты өлтіріпті мыс. Қате, олай айтуға болмайды. Егер Ермак Сібірге жол ашпаса, біз өз еркімізбен Россияға қосыла алмай қалар едік. Егер Россияға қосыла алмай қалсақ, бізді ағылшындар отарлайтын еді. Ағылшындар отырласа, кенімізді қазып, жерімізді талан-таражға түсірер еді. Қонысымыздан ығыстырып, қала салып, завод фабрикаларын қаптататын еді. Жұмыс күшін арбалап, сонау Англиядан әкелер еді. Біз өз жерімізде ашылықта қалып, түгелімен құл болып, кіріптарлықта жүрер едік. Ұлы орыс халқымен туысса алмас едік. Кімнің арқасы осының бәрі? Ұлы орыс халқының, социалистік құрылыстың арқасы. Қой, жайғаннан басқа ештеңеге жарамаған кешегі далада бүгін тың көтеріліп, космос кемелері старт алып жатыр. Мен үшін өте ауыр сын болды. Не айтасың, не істейсің? Кімге ыза боласың? Маған ешкімнің ақылының керегі жоқ, дедім мен. Жарас езуі сілекейленіп ентіге тоқтағанда. Мұның бәрін КПСС тарихынан оқыдық. Мұның ар жағында тағы қаншама нәрсе бар. Білем бәрінде. Ақылыңды басқаға айт. Жарас ары қарай тәжікелеспеді. Маған ренжіген немесе кек тұтқан сыңайда байқалмады. Мейлі. Көп болса тиісті жеріне хабарлар. Заман біршама тыншыған. Бейбіт күнде деді. Қорқа қойғам жоқ. Бірақ бұдан бұлай тұйықтала түстім. Қай ортада болмасын әр сөзімді есептеуге үйрендім. Ал жарас бар жерде қатты жайсызданушы едім. Сөйтіп, Жарас біздің бөлменің ресми түрдегі саяси жетекшісіне, пұлсыз тәрбиешісіне айналған. Үйрене бастап едік. Енді міне жаңа жыр табылды. Коммунизм. Бұрын алыс ертегі көрінбес сағым болса, енді арбамен жетер жерде тұр. Айналасы 20 жылдан соң 1980 жылы алтын босағадан аттаймыз. Не ішем, не кием демейсің. Жаппай теңдік, бәрі ақылды, бәрі білімді, бәрі бір тілде сөйлейтін бір ұлыс өкілі. Капитал әлемі қирап, аштан өліп жатқан кезде жер шарының 6-дан 1 бөлігінде Совет одағында осындай пейіш орнамақ. Партиялық программада негізделген жоспар қабылданды, жүзеге асуы ғана қалды. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Керемет емес пе, дейді Жарас жайран қағып. Біз коммунизмде өмір сүреміз, рас қой, солай емес пе? Солай емес деп көр, қайдан барып шығар екенсің? Солай, деді Сәрсен сөзін жалғап.
КГБ-ның агенті, біздің үстімізге отырғызған. Біз кімге керекпіз, деді Баубек. Басқа жұмысы жоқ па? Басқа жұмысы жоқ, деді Сәрсен. Негізгі шаруасы осы. Совет адамдарын бақылау, тиістісін тиісті уақытта қажетті жерге жөнелтіп отыру. Жұмысы көп, дедім мен. Ешкімді ұмытпайтыны тағы рас. Жоқ, сонда біз немене? Біз деген жалаңаш 6 студент. Комсомолдың уставын дұрыс ұқпағансың, деді Сәрсен. Коммунизмді орнататын, өзіміз де шатыса бастадық. Әлгі жарқын болашақты жасайтын кімдер? Ақиқат шындығы, қазіргі жастар, ертеңгі ересек қауым, ел тұтқасы. Сені тәрбиелеу керек пе? Бағыттау, іріктеу керек пе? Шырағым, менің үлкендерден естуімше, КГБ араласпайтын іс жоқ. Ендеше көз құлақ керек пе? Керек. Біздің филология факультетінің әр группасында 1-2-ден тыңшы бар. Қойшы, деді Баубек. Орыс группаларында адамы бар ма? Орыс адам емес пе? Қайдан білейік? Біз қит етсек ұлтшылмыз, ал орыстар өкіметтің туған ұлы. Қателесіп жатқан ешқайсысы жоқ. Оларға күмән болса, дедім мен. Естеріңде ме? Өткен жылы орыс бөліміндегі бір жігітті шығарып жіберді ғой, айқай-шумен. Раппопорт деген. Жойыт болса керек, деді Сәрсен. Орысша сөйлеп, орысша жүргеннің бәрі орыс, дедім мен. Қабырға газетіне бастырған мақаласында атын атамай. Пастернактың бір өлеңінен махаббат па, табиғат па үзінді келтіріпті. Кім жеткізді, кім көтерді? Пастернакта несі бар еді сорлының, деді Баубек. Ал мынау ұқсамайды. Ақымақ, әлде әңгүдік. Бұл да бір мінез, дедім мен. Әдейі істейді. Бет-перде нағыздың өзі. Атына ісі жарасқан. Кімбе? Жарас. Деді Бекет. Ақкөңіл жігіт. Ерте салу керек еді. Ұят болды. Бірге тұрамыз. Манадан бері біз не айттық, деді Сәрсен. Көшеде роман жазып келемісің? Жазбаймын, деді Бекет жан-жағына қаранып. Мүмкін тамақ ішетін ақшасы жоқ шығар. Ақша бар ма осы бізде, деді Баубек. Байлардың қалтасының түбінде 5-10 теңге қалған шығар, деді Сәрсен. Байлар Бекет екеуміз. Мен 3 үйдің ортасындағы жалғыз баламын. Әйткенмен қалта қағылатын кездер болады. Қоры үзілмейтін Бекет, әкесі соғыста өлген. Бірақ тұрмыс құрған әпкелері бар, немере ағасы бар. Шешесі бір жақтан, кейде сәлемдеме ақшаның 2-3 қатар келіп жатады. Бұл жолы да қалтасы тоқ болып шықты. Бүктелген, пышырап бөлек-бөлек жүрген сарғұлақтар мен қызыл қағаздар аралас. Жазушылар одағының асханасына кеттік, деді мол ақшаны күзгі жапырақтардай уыстап ұстаған қалпы. Бүгін жексенбі, жабық, деді Баубек. Қап, деді Сәрсен де. Жексенбі екені есіне жаңа түскендей. Біз жазушылар үйіндегі жұпыны, бірақ тап-таза, мәзір қымбат асханадан тамақ ішкеннің өзін үлкен дәреже санаушы едік. Амал жоқ, коммунистік кафелердің біріне баруға тура келеді. Қайта жолда нан ала кетуді ұмытпайық, деді Баубек. Кешке үйде шай іше саламыз. Сол күні ме, келесі аптама есімде жоқ. Жұбымыз жазылмайтын төртеуміздің жатақханаға бір мезгілде келсек, жарас тіке қайратын ұзын, серек шашы көзіне түскен, сарғыш өңі боп-бос Бекеттің төсегінде әмбебап қаламгеріміздің қаншама шығармасына қуат берген нан тақтайды бауырына басып, енемен құдық қазғандай қиналыс үстінде жазып жатыр екен. Кімнің жазғанында, кімнің оқығанда шаруа жоқ. Бәріміз жазғышпыз, бәріміз оқығышпыз. Улап-шолап әңгімелесіп, тіпті қалам үстіндегі ойшылымыздың өзін кеңеске қоса беретінін біз қалттындық. Демімізді ішке тартып, бақайымыздың ұшымен басып, өз орындарымызға жақындадық.
үнемі жастық астына тығып кететін, ешкімге ұстатпайтын сиқырлы тақтасынан тапа-тал түсте айырылған Бекет өзінің кабинетіне жақындауға да батпай, менің қасыма келіп, аңырып тұрып қалды. Сол сәтте қаламы қағазды тесіп жібере жаздап, терең ой түбінде түнеріп отырған Жарас кеудесін тіктеп, басын сілге көтерілді де жадырай күлді. «Жігіттер!» деген мінбеден сөйлегендей асқақ әуенмен. «Мен үлкен жаңалық аштым. Бүкіл совет әдебиетінің, жер жүзі әдебиетінің бұрын-соңғы тарихындағы ең керемет жаңалық». «Жаңалық?» деді қарны тойса ғана тілі ашылатын Баубек мейірлі жүзбен. «Қандай жаңалық?» «Коммунистік реализм», деді Жарас салтанатпен. «Немене? Қандай реализм?» деді Сәрсен аузын ашып. Коммунистік реализм», деді Жарас. Әлде қан таратып, әлде масаттанып, боп-боз ұзын саусақтарын уқалады. «Жігіттер, біз бақыттымыз. Біз коммунизмде өмір сүретін бақытты ұрпақпыз». Жарайды», деді Сәрсен, аяғын шешіп төсегіне қисая кетті. «Оны бәріміз де білеміз», деді Баубек, оқыс хабар шетін оқиға күткендей состиған қалпы. «Өз төсегінде отырып, өз орнында дайындал сабағыңа», деді Бекет әлі де ұйқыдан оянбаған кейіпте. «Білесің, мен күн сайын жұмыс істеуге тырысам. Роман жазсам өзім үшін», деді Жарас. «Ал менің айтып тұрғаным бәрімізге ортақ қоғамдық игілік. Мен бұған дейін әдебиетіміздің тарихында да, теориясында да болмаған жаңалық аштым. Ол жаңалық коммунистік реализм әдісі деп аталады. Бекер дабырлайсың», дедім мен. «Біреу пайдаланып кетеді». «Мен сендерге сенем», деді Жарас. «Сенгендіктен айттым. Оның үстінде бірің ақын, бірің прозаик, енді бірің әдебиет тарихшысы. Жанрларың басқа. Мен ашқан жаңалықтың жөні бөлек, әдебиеттің бүкіл болашағын айқындайтын аса мәнді құбылыс. Өзім таптым, өзім ғана негіздеп дәлелдей аламын». «Хош», дедім мен. «Хош», деді Жарас жаңғырықша қайталап. «Значит», деді сосын орысша. «Значит». Бекеттің төсегінен керіле тұрып, нан тақтайды жастық үстіне сылқ еткізіп тастай салды. Өзінің қағаз қаламын мепаздап тиісті орнына қойды. Нық қадамдап бәріміздің алдымызға тар бөлменің қақ ортасына шықты. Кеудесін керіп, талтайып тұра қалды. Кенет маған Жарас Леон Коволлоның сайқымазақ операсынан ария айтатын сияқты көрініп кетті. Шынында да ария болып шықты. Тек Леон Коволло емес, Вердиден адасқан ұлды ақылға шақырған әкенің зары, үмітке толы, сенім мен қуанышқа суарылған кең дауыс. «Енді 20 жылдан соң коммунизм орнайтынын білесіңдер», деп бастаған. «Білеміз, ойбай», деді Сәрсен күйіп пісіп. «Білеміз», шұғыл шешінген, көрпесін жамылып басын бүркемек. «Аңыз емес, ақиқат», деді Жарас. «Білесіңдер, ол сол 20 жылдан соң, ол коммунизм дәуірінде әдебиет қандай болу керек. Осыны ойладыңдар ма?» «Ойламаппыз. Міне», деді. Әңгіменің басқа арнаға түскенін жаңа ғана пайымдап, жаппай аңырған бізді өткір көзбен жеке-жеке бастан аяқ тінтіп шығып. «Міне, мәселе қайда?» Содан соң шырқай суырып төгілді де кетті. Дәлелмен, шабытпен, сеніммен айтылған ұзақ толғаудың түйіні мынау еді. Социалистік заманда социалистік реализм болды. Енді коммунизм заманында коммунистік реализм дейтін жаңа көркемдік әдіс өмірге келуге тиіс. Қоғамның даму заңдылығына сәйкес әдебиеттің, тек әдебиет қана емес, бүкіл өнер атаулының даму жолы осындай биікке жеткізбек. Адамзаттың нұрлы болашағы коммунистік қоғам болса, әдебиеттің, өнердің дамуының ең жоғарғы сатысы коммунистік реализм әдісі. «Мынауың болмайтын нәрсе», деді жазуынан өзге шаруасы жоқ. Әдебиет туралы, басқа туралы көп пікірлесе бермейтін Бекет. «Құрғақ қиял». Жарас шарт ашуланды.
Сендердің ойыңша бәрімізді қосып жіберді. Сендердің ойыңша коммунистік қоғам да құрғақ қиял болғаны ғой. Сонда партияның программасы да жүзеге аспайды демексіңдер ғой. Жала жаппа, деді оқыс қатқыл үнмен қайтадан бас көтерген Сәрсен. Екеуі екі басқа нәрсе. Екеуінің тамыры ортақ, деді Жарас. Коммунистік қоғам алып бәйтерек десек, коммунистік реализм соның мәуелі бір бұтағы. Социалистік реализмді социалистік қоғамнан бөліп қарауға бола ма? Коммунистік реализм де сол сияқты. Ей, алдымен орнат сол, бәріміз арман еткен, жатып ішетін коммунизмді. Қандай реализм болатынын содан соң көре жатпаймыз ба? Деді беті қайтып қалған Сәрсен. Міне, сендердің қателіктерің. Догматизм деп осын айтады. Біздің елімізде социалистік құрылыс қашан жеңіп шықты? Алғашқы 5 жылдықтардан соң, 30-шы жылдары. Ал социалистік реализм әдісінің негізі қашан қаланды? Тіпті ұлы октябрьден бұрын бірінші орыс революциясының тұсында. Пролетариаттың ұлы жазушысы Максим Горький ғой, өзінің «Ана» романы арқылы социалистік реализм әдісін негіздеген. Теория қашанда практиканың алдында жүреді. Әлі орнамаған социалистік қоғамның жаңа тұрпатты әдебиеті күні бұрын, тура ширек ғасыр бұрын қалыптасқан. Ендеше көп ұзамай 20 жылдан соң орнамақ коммунистік қоғамның әдебиеті. Ол әдебиеттің теориялық негіздері бүгін жасалмаса, қашан жасалу керек? Туысқан партиямыздың жаңа программасы менің қиялыма қанат беріп, шабытыма нұр қойды. Коммунистік реализм. Әдебиетіміздің болашағы ғажап. Коммунистік реализм әдісімен қаруланған соң қауырт дамимыз. Өйткені жазушыларымыз ең алдымен қазақ совет қаламгерлері өздерінің өкімет пен партия алдындағы міндетін жаңаша сезінетін болады. Сәрсен сылқ түсіп қайтадан жатты. Дәл бүгін романының жаңа тарауын бастамақ болып келген Бекеттің басы зеңгіп кетті. Баубек қимыл мен тілден айырылды. Ішіміздегі безбүйрек мен екем. Жөн-ақ, дедім шегелей сөйлеп. Осының бәрін көп ұзатпай жаз. Тек орысша жазсаң, жоғарыға тезірек жетер еді. О, өзім де сөйтем, деді Жарас. Мен қазақшаны мектепте үйрендім. Әуелгі тілім орысша. Үлкен әкем станицада переселендердің сиырын баққан. Өз әкем де интернационалдық ортада өскен. Ұлы орыс халқының тілі халықаралық тіл. Мен осы ұлы тілде Ленин мен Суворовтың, Чернышевский мен Маяковскийдің тілінде бастадым. Міне оқиын, тыңдаңдар. Нынешнее поколение советских людей будет жить. Ойбай, деді Сәрсен миғырт болған қошқардай басын шайқап. Ойбай-ау, бұл программада бар сөз ғой. Әлбетте, деді Жарас салмақпен. Алдымен осылай теориялық, идеялық тұрғыдан негіздеп алмаймын ба? Партиялық программа үлгісімен, содан соң тұп-тура өзімнің тезистеріме көшем. Жаз, дедім мен. Тезиспен ғана тоқтау жеткіліксіз. Таратып, әбден нығарлап, бұлтартпай дәлелдеп жаз. Кампанелла мен Томас Мордан бастап Маркс пен Энгельске ұштастырасың. Ленин мен Ждановқа тоқталып, Хрущев пен Жанділдинге жетесің. Жазып бол. Содан соң тиісті жерге тапсырасың. Өкімет пен партия еңбегіңді бағалайды. Кімде ақша бар, деді Сәрсен. Шалбарын тартып, қайтадан киіне бастады. Тамақ іштік емес пе, деді Бекет. Киноға барамыз, дедім мен. Маған келуі керек еді, деді Баубек. Хат алдым. Жібереміз деген. Жақында күріш келеді, деді Сәрсен. Тура 8 кило.
Пәселге салыңдар дедім, палауға бір тойып ес жимасақ. Кеттік дедім мен, бүгін кино, ертең палау. Бүрсігіні вокзалға түнеуге апарам. Мен үйде қалам, жаңа тарау бастау керек, деді Бекет. Жарас, сен бұдан бұлай менің төсегіме жатпа, тақтайыма да тиіспе, өз орның бар ғой. Осы бөлмедегі нәрсенің бәрі көпке ортақ, социалистік меншік, деді Жарас жайымен. Саған бәрібір, жазу оңай, Мадиярдың тумбочкасына отыра сал, тақтайыңды маған бер, пайдалана тұрайын. Неге отырам, неге берем, деді Бекет өзінде болмаған мінезбен шытынап. Сендердің жазып жатқандарың сүйдім күйдім, айттым бүйттім деген кәкір шүкір, анау-мынау, ал менің қолға алып отырғаным бүкіл халықтық, керек десең мемлекеттік мәні бар іс. Қалай, деді Бекет көзі бақырайып. Сенің төсегің коммунизмге жақын, жарықтау жерде, деді Сәрсен. Егер Бекеттің төсегіне қарай аяқ басып, нан тақтайын ұстасаң, мен сені мемлекеттік мәні бар ісіңмен қоса терезеден лақтырып жіберем, деді Баубек. Өзі-ақ секіреді, дедім мен. Кеттік, Бекет жүр. Бальзак ағаң да бұлай жазбаған. Мынау түпке жетпей тоқтамайды, деді Сәрсен сыртқа шыққан соң. Сөйлей бастаса бар ғой, тура миым шағатын болды. Не шара бар? Басқа бөлмеге қуу керек, деді Баубек. Әй, кете қоя ма? Ол тапсырмамен келіп отыр ғой. Осы төртеуіміздің үстімізден пәле жинау үшін. Қойшы, деді Баубек, ұмытқан екенсіңдер. Мына Мадиярдың бірінші курста комсомол жиналысы неге қазақша өтпейді деп бүлік шығарғанын ұмытқан екенсіңдер. Бұл бастады. Сонда отқа май құйған, бірден қостап шыққан кім? Сен. Жоқ, мына великий романист, екінші сен. Мен сөз тимей, 5-ші ме, 7-ші ме болып әрең іліндім. Бәрібір сөйлеген соң, осы төртеуіміз де ұлтшыл деген атаққа қалдық. Содан бері соңымызда үндемес жүр. Бұрын алыстан аңдыған еді. Енді міне көзбен көрдің. Ақымақ бәдік, деді Баубек. Қу, деді Сәрсен. Және озбыр. Көрдің ғой жаңа. 3 жыл жатқан меншікті төсегіңді тартып алуға шақ қалды. Нағыз Балшабек. Топас, деді. Зорлықшылмен жанжалдаса алмай, сол үшін күйзеліп келе жатқан Бекет. Тіршілік жайына келгенде сенен елгезек, деді Сәрсен. Көрмейсің бе, атақ шығару үшін тапқан амалын. Қарада тұр, көтереді де әкетеді ертең. Біздің көз майын сарқып жазған өлең, әңгімелерімізден бұрын соның шатпағы басылады. Мына айқап пен қазақты тауыстым. Ақан мен Жаһанды оқыдым деп жүрген Мадиярдан бұрын аспирантураға түседі. Мейлі, Лайкамен бірге ғарышқа ұшып кетсін. Енді біз қайтып күн көреміз. Ей, жынды қылды ғой. Олай оңай, дедім мен. Осындай ұлы тақырыпты жеткізіп жаза алмадың деп даулас та, араздас, сөйлеспей қой. Ал мен, біз Бекет екеуміз пәтерге шығамыз. Қайда? Деді Бекет. Бір орыстың үйіне. Тетя Мотя деген, дядя Вася деген. Жарастың атасы қазақтың көзін ашқан қара шекпенге жалшы болыпты. Әкесі де интернационалдық ортада тәрбие алыпты. Біз де көрейік, мүмкін адам болып кетерміз. Біз Баубек екеуміз басқа бөлмеге ауысамыз, деді Сәрсен. Ауыспаймыз, бұл сұмырайдың өзін айдап шығу керек, деді Баубек. Пәтерге көштік. Бекет екеуміз. Орталықтан онша шалғай емес. 2 линия аталатын көшенің бел ортасындағы Сергей Сергеевич дейтін орыс шалының үйіне. Кемпірі күндіз түні кесте тоқиды. Шал ауладағы тақтай күркеде азаннан кешке дейін ағаш өңдейді.
ішкеп, үстел, орындық әжептәуір сәнді сырлап өрнектеп жасайды. Алушысы өзі тақылеттес жұпын адамдар. Қажетті бұйымға кезекке тұрып қойған. Пәтерақы жарты стипендия 13 сомнан 26 сом. Бөлме төрде тыныш. Арақ ішпейсіңдер деген шал. Бейсауат жүрмейсіңдер, қыз қырқын әкелмейсіңдер деген кемпір. Ішкіліктен аулақпыз, көлденең қыздармен қатысымыз жоқ. Кемпір мен шал да сондай кісілер екен. Партияның тарихи съезі, онда қабылданған ғажайып программа жайынан мүлде бейхабар. Жарамсыз істен ада, тыныш. Мен таңғы 9-дан кешкі 10-ға дейін орталық кітапханада, көбіне арнайы қорда немесе сирек кітаптар бөлімінде отырам. Бекет үйде сол 9-дан сол 10-ға дейін повесінің кезекті тарауын жазумен болады. Ешқайда шықпайды. Мен жолай гастрономға соғып, бірдеңе ала келмесем аш қалады. Өзімнің де ескі дүниелерді ақтарып отырып, асхана мезгілінен жаңылатын күндерім көп. Бірақ екеуміз де ризамыз бұл қалпымызға, рахат. Әлгі құрекең Хрущев қой баяғы. Айтып жүрген коммунизм осы болар дейміз. Ең ғажабы лекция атаулыдан құтылғамыз. Бармаймыз, жоғарғы курсқа өткен жақсы есептегі студент екеніміз өз алдына. Старостамыз Баубек. Белгілемейді, бізге қуаныш, оған азап. Жасырумен, жалынумен шаршады. Оқытушылардан жасырады, бізге жалынады. 2-3 рет арнайы іздеп те келген. Тым құрса, ана лекцияға, мына лекцияға қатысып жүрсеңдерші дейді. 2 аласыңдар. Курста қаласыңдар. Бір үшін қояр, қалмаймыз, белгілеймін. Стипендиядан қағыласыңдар деп қорқытады. Қолы бармайды. Қағылсақ, менің әкемнің әкесі тірі, Бекеттің 3 әпкесі бар, аштан өлтірмейді. Шырпыр болған Баубекке күлеміз. Күлемізде аяймыз. Уәде береміз, ертеңіне амал жоқ, жүз көрсетеміз. Пәлен сабақта әдетте марксистік философия. Алдыңғы қатарда отырып, түген семинарда көбіне саяси экономия. Белсене сөйлеп, бар борыштан социалистік отан емес, староста Баубек байғұстың алдындағы борыштан бір жола құтылып, ойнақтап шыға береміз. 2 апта тыныс деген осы. Аю адамның тағдырына арналған трагедиялық хикаят 180 беттен асып әрең бітті. Құрманғазы күйшінің жастық шағына арналған Атырау мен Алатау дейтін роман басталды. Қазақ пен Айқап, Шәкәрім мен Мағжан түгесіліп, көне түрік заманы, алтын орда тарихы ашылды. Жазбайсың ба дейді Бекет маған. Жазам. Мақала емес, зерттеу емес, оқыған, ізденген тарапымнан мүлде кереғар бағыт шағын әңгімелер. Лениншіл жаста таусылып ақыл айтады. Қазақ әдебиетінде жер жебіріне жетіп ұрсады. Жұлдызда үн-түнсіз құрдымға кетеді. Жаза түс, дейді Бекет. Мен қапастағы қазақ әдебиеті туралы жазып, өткізе алмай жүр деп ойлайды. Қалай жазсаң да бұл тараптың жабық екенін толық түйсінбейді. Білместіктен туған қате деп ойлайды. Дұрыстап дәлелдесең басады, дейді мені қайрап. Менің дәлелдегім келмейді. Ол түгілі кәдімгі көркен әңгімелердің өзінің бейкүнә бейбіттерін ұсынам. Соның өзі сұмдық болып көрінеді. Бұлай жазбайды деседі. Бұл дұрыс емес, бұлай жазбайды, бұлай жазбаған, білем. Мен үшін басқа мұрат жоғын тағы білем. Ойлағаннан өзге, бойлағаннан өзге амал қалмаған. Бір уақыт оқымайсың ба? Деймін Бекетке. Оқиды ол да. Арыдағы Балзак пен Толстойды, берідегі Ролан мен Дрейзерді, кейінгі Хемингуэй мен Ремаркты. Бір әңгіме, жарты роман. Содан соң өз сорабын табады. Оқымадың ба деймін мен. Әркімнің өз қолтаңбасы болуы керек, дейді Бекет. Сенің оқуыңның жартысын, сенің жазуыңның жартысын алып, біраз май құйып, жақсылап араластырса. Қожа Насыр айтқандай, мынау деген палау болар еді, деген. Бізді соншама қауры тістен
қалдырғанына қысылған Сәрсен өлі тірімізді білуге келіпті. Жарастың идеялық сенімінің 2-3 ожауын құйып, тұздықтаса тіпті қатып кетер еді, деймін мен. Бәріңнен сол озады, деді Сәрсен. Көресің әлі. Қалай озады, деймін шамданып. Иесі бар, біздің тәңіріміз бар, дедім. Тәңірі аспанда, ал өкімет көз көрінім жерде. Өзінің сөзін қолдаған Жарасты көтермегенде, аюдың сүтін емген адам туралы жазып, советтердің өзі оққа байлаған жаулардың өлеңін жаттап жүрген сендерді көтермек пе? Көресің әлі, қалай шырқағанын. Рас, дедім мен бұған келісіп. Мұндай алаяқ безер ертең-ақ цекаға, анау Жанділдиннің қасына барып, бәріміздің төбемізден қарап отырады. Ой Алла, заманның тазысы. Қазір тазы, дедім мен. Буыны бекеген соң, жалмауыз айдаһардың өзі болады. Қалай, әлгісін жазып жатыр ма? Жазып жатыр, тек қазақ тіліне көшті. Ана тілін ардақтау керек деді. Қайдан естігенін білмеймін. Содан соң ана тілінің абыройын көтеру үшін осы тілде пәленбай еңбектер жазуға тиісті деді. Әбден ауысқан екен, дедім мен. Мұнысы коммунистік теорияға қайшы келеді ғой. Ұлттар жойылады. Бәріміз бір тілде, яғни орыс тілінде сөйлейміз деп жүремес пе? Біздің Жарас коммунистік программаның бұл тезисінде нақтылап жетілдірді. Ортақ тіл шамасы 20 жылда ірге тебеді, бірақ басқа тілдер де өсіп, өркендей береді. Ақыры тағы 20 жыл өткенде бәрі бір арнаға тоғысады. Яғни сол көпке ортақ ұлы орыс тіліне басқа ұсақ ұлт тілдерінің де кейбір элементтері еңбек. Жеке ұнамды сөздермен қатар грамматикалық жүйесіндегі прогресшіл сыпаттар. Трактатымда мұны ашық айттым деп отыр. Сен іздеп жүрген Қожа Насыр атаның көжесі осы, дедім мен. Бітсін көрейік. Бітті, деді қыс ортасынан асқанда. Тек сенің айтқаның дұрысқа шықты. Мен ұлтшылдықтың батпағына түсіп бара жатыр екем деп, әуелгі зиянды пікірінен қайтып, еңбегін Ленин мен кім? Хрущевтің тілінде тамамдады. Оқыдың ба? Жоқ, көрдім. Әр бетіне 15 тиыннан төлеп, Ленинская смена газетінің редакциясында машинкаға бастырып алды. Тура 32 бет. Марксистік философия бойынша курс жұмысым болады дейді. Неге әдебиет теориясы емес? Профессор Марқабаев қабылдамапты. Біріншіден, біз қазақ әдебиеті кафедрасымыз. Сен орысша жазыпсың. Екіншіден, мұндай тақырып болмайды. Бас ауыртпа, балалықты қой, депті. Содан соң философияға көшкен. Коммунизм дәуіріндегі әдебиет деген атпен ұсыныпты. Доцент, жақында ғана кандидаттық дәрежесіз доцент атағын алған Тұрғанбеков партияның байырғы мүшесі. Ұлы отан соғысына қатысқан орденді коммунист, содан басқа ешкім түсінбейді, бағаламайды деп отыр. Алдымен семинар сабағында курстас достардың талқысына түспек, білгір ұстаздың кеңесін естімек. Содан соң жақын жолдастарына оқуға бермек. Саған да сәлем айтты. Аулақ, дедім мен. Уақыты жоқ, эпопея жазуға кірісіпті де. Қызық болды, деді бізді лекцияға шақыра келген кезекті бір сапарында Баубек. Жарастың коммунистік реализмі талқыланыпты. Курстас балалар түгел күлсе керек, әсіресе қыздар. Ал оқытушы ашуланыпты. Қатты ашуланыпты. Сен әлемдегі ең озық әдебиеттің алдыңғы қатарлы көркемдік әдісі социалистік реализмге күмән келтірдің. Сен социализмге қарсысың, депті. Қалай, деді. Қазір жатақханадағы нан тақтаға емес, 4 аяғы добалдай кең үстел үстінде жазатын жаңа романының жаңа тарауына кіріскен әңгіме кезінде де қаламы іркілмеген Бекет. Жарас та ашуланыпты, деді Баубек. Жалпы жұрттың талқысына салам, Москваның өзіне жіберем деп отыр. Ұлттық шектеушілікке ұрынбай, әуелгі бетіммен ұлы орыс тілінде жазғаным қандай жақсы болды, дейді.
жарасты Москваға жеткізбеді. Қазақ әдебиеті ғана емес, бүкіл совет әдебиетін, барша әлем әдебиеті мен өнерін жаңа белеске, дамудың ең жоғарғы сатысына көтеруге тиіс коммунистік реализм әдісі өзінің шыққан ұясы Алатау етегінде, Алматыда қалды. Бауыр көтеріп ұшып, шарықтап самғай алмады. Еркін ойдың жас бұтағы мәуелі жеміске айналмады. Университеттің филология факультетінің жалпы комсомол жиналысында көктей қиылған. Жазғы емтихан сессиясына арналған әдепкі жиналыс екен. Қазақ бөлімдерінің 3-тен 2-сі қатысқан, орыс бөлімдерінің 5-тен 1-і төбе көрсеткен. Келісілген күн тәртібі, әзірленген баяндамасы, белгіленген сөйлеушілері, дайын қаулысы бар кәдімгі комсомол жиналысы. Қызу баяндаманы мүлгіп отырып тыңдадық дейді. Сылбыр жарыс сөз кезінде қарын аша бастаған. Кенет мінбеге жарас шығады. Мен өз сөзімді көпшілікке түсінікті ұлы орыс халқының тілінде сөйлеймін деп бастапты. Баяндамашы деканның орынбасары қазақ, еріксіз айдалып әкелінген студенттер түгелге жуық тағы қазақ, бірақ қалыптасқан жүйе бойынша бәрі орысша сөйлеп жатқан. Ағылшынша не қытайша сөйлеу ешкімнің ойына келмеген. Кенет саңқ-саңқ еткен салтанатты дауыс: «На языке великого русского народа!» Жұрттың бәрі ішін тартып алды дейді. Мінбедегі шешенге бар назары ауды дейді. Толқына қабындаған жанжал лебін аңдап, 500 адам бір кісіде тына қалды дейді. Ал бастаған да кеткен. Бізге айдан анық, бірақ қалған әлемге мүлде беймәлім коммунистік реализм. Қуат та, шабыт та беретін сенім. Коммунистік реализмнің жасампаз да жарқын болашағына нық сенген. Екпінмен, күш-жігермен саңқылдап айтылған бедерлі ой, соны пікір залда қозғалыс, ал жиналыс президиумында үлкен абыржушылық туғызыпты. Ешкім сөзін бөлмеген, тура 8 минут сөйлеген. Содан соң өлі тыныштық орнаған. Сағатыма қарадым. Ревизордағы өлі сақына толық 37 секундқа созылды дейді Сәрсен. Әр қайсысы 1 минуттық 37 секундтан соң комсомол жиналысы қайта жалғасқан. 2-3 куратор қалт-қолт есеп береді. 2-3 студент көтеріңкі міндеттеме алады. Бәрі бұрынғы сарын, яғни былтырғы, алдыңғы және келер жылғы күн тәртібі бойынша жаңа шешен сөйлеп, берекесі шапалақ соғылған сайын жарастың жалынды сөзінің әсері көмескілене береді. Кенет тағы да кенет. Мәртебелі президиумда екінші отырған қара шашты қасқабас, отставкадағы майор, әлде подполковник, оқыту бөлімінің учебная часть меңгерушісі Амракулов, Әмірқұл ма, Омарқұл ма, әйтеуір орыс тілінің заңына сәйкес келмей есімі өңделген сормаңдай біреудің социалистік қоғам алдындағы борышын адал атқарған бүгінгі әулеті. Орнынан тұрады да дүрсе қояды. Комсомол мүшесі Жарас Насановтың, Нысанов болса керек, сонша бірге тұрғанда сұрамаппыз. Көтеріп отырған мәселесіне менің коммунистік ожданымның байыптауынша өзгеше бір иіс қоңысы бар мәселеге беделді жиналыстың көз қарасын анықтап алу керек. Мәссаған. Дүние опыр-топыр болды да кетті дейді. Мана қарны ашып, ұйқысы келіп отырған филологтар қауымы жапырлай мінбеге ұмтылады. Қабылдайық, қаулы алайық депті бірі. Шикі, нақтылап, негіздей түсу керек депті екіншісі. Алдымен осы әдіс бойынша баяғы Горкийдің анасы сияқты озық шығарма жазылсын. Теориясын содан соң айқындаймыз депті үшіншісі. Комреализм теориясы қате деп ешкім айтпаған, яғни мақұлдаған. Кенет, осымен үшінші рет, күтпеген жерде дүние диретті дейді, мінбеге найқала басып, қанын ішіне тартқан қара шұбар Зейнел Тұрғанбеков көтеріледі. Марксистік философия, лениндік ілім тұрғысынан дәлелдей отырып, көрсетті коммунистік реализмнің көкесін. Сонда қалай? Бұл сабазың өзі нан жеп отырған коммунизмін теріске шығара ма?
деймін шынымен таңырқап. Жоқ, деді Сәрсен мен Баубек жарыса шаш алып. Теріске шығармайды. Коммунистік программа туралы, коммунизм туралы әңгіме де болған жоқ. Соцреализм. Бар талас социалистік реализм төңірегінде өрбіді ғой. Қалайша, деді Бекет айран асыр болып. Ол басқа тақырып емес пе, деймін мен, өзімнің топастығымды мойындай алмай. Жаңаны орнату үшін ескіні қирату керек емес пе, деді Бекет. Жоқ, деді Сәрсен. Қиратамыз, күні жеткен болса, біздің алға дамуымызға кедергі жасаса, реакциялық күшке айналса. Ал жарас социалистік реализмді теріске шығарып отыр ғой. Кейін не болады, қызығын көре жатармыз. Коммунизмге ешкім қарсы емес, бәріміз де мақұлдаймыз. Бірақ Сәрсен жан толқынына ілескендей орнынан тұрып кетті. Бірақ жарастың жаңа программасында соцреализм әдісі ескірді. Бұл әдістің күні өтті деген тезис бар ғой. Міне, где Зарита? Не деуші еді, ит шошқаның иісі қайдан шығып жатыр. Социалистік реализм ескірген. Бұл ақылға салсақ, қазіргі бүкіл совет әдебиетін 40 жылғы социалистік құрылыс жемістерін түгел теріске шығару болып есептеледі. Неткен сандырақ, деді мен сенер-сенбесімді білмей. Ау, теріске шығару оның қаперінде жоқ қой. Қайта керісінше мақұлдап, қостап, одан әрі өрбітіп. Ол сенің ойыңша, деді Сәрсен. Большевиктік көзқарас тұрғысынан қарап көр, сонда ұғасың. Күмән келтіріп отыр ғой, күмән. Соцреализмнің адамзат мәдениетінің даму тарихындағы ең озат, ең өміршең әдіс екендігіне сенбейді. Сонда коммунизмге сенген үшін жазықты болғаны ма? Туй, сен түзелмессің. Коммунизмге бәріміз де сенеміз. Болады, орнайды. Бірақ социалистік қоғамның мәуелі жемісі болып табылатын социалистік реализм әдісі ескірді деп айтуға қандай негіз бар? Егер олай болса, партиялық дана программада коммунистік реализм туралы неге бір ауыз сөз жазылмаған? Ұқтың ғой? Ал енді жалғасы бар. Осындай идеялық жағынан ұстамсыз адамға жоғары білім дипломын сеніп тапсыруға бола ма? Депті Зейнел Тұрғанбеков. Мемлекеттік емтиханға жіберілмесін. Марксистік философиядан білім таным дәрежесі қанағаттанғысыз. Жандайшап, май жеймін деп таяқ жеген осы, деді мен әлі де сене алмай. Оң ниетін теріске бұрып, обал емес пе? Деді Бекет. Ал айтты, қателесті. Не бүлініпті? Оқасы жоқ, қайта тапсырады, деді Баубек. Сауап болды, төмпештей түсу керек еді. Ақмақ. Әрине, жандайшап, деді Сәрсен. Ақмақ. Обалы обал, сауабы да рас. Қарқылдап күлді. Мен күле алмадым. Көп ұзамай Сәрсеннің де күлкісі тыйылған. Жанашырлықтан ғана емес, біздің Американы қуып жетіп, басып озуымызға айналасы 20 жыл ішінде әлемнің 1/6 бөлігінде коммунизм орнатуымызға бөгет жасар жалғыз сол сияқты. Бар пәле жарас байғұстың басына төнген. Марксистік философиядан борышқор болып, курсынан көшпей қалғаны тұрыпты ғой. Тиісті жерлерге шақыртыпты. Әңгімелескен, түсініктеме алған. Қайдан тапқаны белгісіз коммунистік реализмнің көшірмесі оларда бұрыннан бар екен дейді. Жарас мәнісін ұғындырады, дәлелдейді, ұғынбайды, тоқтамайды. Арада апта өтпей тағы жауаптасады. Совет мектебінде оқыған, комсомол қатарында тәрбиеленген жас азамат. Болашақ филолог неге соцреализм әдісіне қарсы?
қарсы емес, социализмді мойындайды. Бәрі оның арқасы. Бірақ коммунизм келе жатыр ғой, коммунизм. Егер коммунизм орнайтынына сенсек, коммунистік реализм әдісінің жеңетініне неге сенбейміз? Мәселе коммунизмде емес, дейді жауапты жолдастар. Мәселе социализмде. Социализмді мойындасаң, социалистік реализм әдісін қалай теріске шығарасың? Теріске шығармаймын. Өседі ғой, өзгереді. Өсетін болса, өзгеретін болса, бұл туралы марксизм, ленинизм классиктерінің еңбектерінде неге айтылмаған? КПСС 22-ші съезінің тарихи материалдарында неге көрініс таппаған? Сен немене, коммунистік жаңа программаны да тәлкек қылмақпысың? Сөйтіп, шырқ айналған сауал кезегі сәтті сағатта соңғы емтихан күні маған да жетті. Кісіге қабағының астынан қарайтын орта жастардағы аққұба қазақ екен. Маңдайы әжімсіз, кірпіктері сирек, тіп-тік. Мен кезекті төртімді сабақ атаулыға қатынаспаған, Бекет екеуміздің жоспарлы бағамыз бөксеріп, жеңіл аяқпен сыртқа қақпадан аттай беріп едім, сыпайы амандасты да қолтығымнан алды. Қолы сондай жұмсақ, бүйрегім бүлк ете түсті. Бірден білдім кім екенін. Қалай қарайсыз? Қалай қарай барасыз? Жүре әңгімелесейік деді. Сіз кім боласыз? Қандай әңгіме, дедім мен жорта. Қолтығынан босап, қарсы қарап тұра қалдым. Насановтың мәселесіне байланысты. Қауіпсіздік комитетінен. Документіңізді көрсетіңіз. Жарайсың інім, деді бейтаныс ағамыз. Қолында тұрған ба, әлде қайдан лып суырды ма, біздің студенттік билеттен сәл ғана үлкен, тері тысты, алтын таңбалы әдемі қып-қызыл куәлігін ашып, көзіме тосты. Фамилиясын емес, жұмыс орнын оқыдым әуелі. Әрине, комитет государственной безопасности, майор. Қолан ба, қилан ба, аты жөнін түгендеп үлгермедім. Қалай, деді кәдімгі адамша, яғни гражданский киінген, ине жіптен жаңа өткен сұр костюмді жасырын майор, біз оңаша көшеге түскен соң. Не қалай? Емтихан. Бүгін 4 қызыл дипломға жете ме? Өткен жылы қатарынан 2-4 алып, межесінен асып кеткен. Қайта тапсыруға болады. Қайта тапсырмаймын, деді мен. Шешіле сөйлесіп барамыз. Аспирантураға бөгеті жоқ шығар, деді майор. Негізгі сабақтан 5 болса, 5 дедім. Профессор Марқабаев өзіңді баласындай жақсы көреді ғой, дейді. Сонда ғана есімді жидым. Я, дедім, әйткенмен тоқтай алмай. Екінші курстан бергі жетекшім сол беті сырласып кете берер медік. Майор ат басын өзі тартты. Айналайын деген. Осы коммунистік реализм деп жүргендерің не пәле? Шындық әңгіме бар еді, жазушылар қауымы. Әдебиетші студент арасына кең тараған. Анау бір ауыр кездерде атақты ақыннан сұрапты, Абай поэзиясы туралы не ойлайсыз деп. Өзіңіз не ойлайсыз деген екен тысқақты ақын. Мен сіздің пікіріңізді білгім келеді деген екен сұраушы. Мен де сіздің пікіріңізді білгім келеді депті ақын беріспей. Ақыры тәжірибелі чекист белгілі ақынның Абай туралы пікірін біле алмай кетіпті. Сол айтпақшы мен де айылымды жидым. Мен ауырып, соңғы жиналысқа бара алмай қалған едім. Жұрт не айтады? Бұлай, білмеймін. Пәтерде оңаша тұрам. Бірге оқыдың ғой жатақханада. Біз бірге оқымаймыз. Оның көрісі басқа. Жатақханада тұрғанымыз рас, жыл басында.
Оқу жылының басында, күзде, 10 шақты күн, жағдай келіспей шығып кеттім. «Я», деді майор ағам менен күдерін үзгендей күрсініп. Аз-маз үнсіз қалдық. Табан астымыз сықыр-сықыр етеді. Тротуардың асфальты сөгілген екен. Сонда қалай? Не? Қандай жігіт? Кім? Майор күлді. Насанов. Ақымақ, дедім мен зілменен. Майор маған аңыра қарап аз тұрды. Жоқ інішек, деді сосын. Белгілі бір идеяға берілген адамды ешқашанда ақымақ деп ойлауға болмайды. Жарайды, айып етпе, уақытыңды алсам. Ауылға қайтасың ғой? Иә. Ой, бір тамаша жер, қиялға жетелейтін. Жарайды, кездескенше. Бұл қиялға жетелейтін тамаша жері мен туып өскен шаршы көлемі Армения сияқты гуманистік республика территориясынан әжептәуір үлкен. Тауы да, өзен-тоғай өлкесі де. Көлі мен шөлі де бар, Бұлғыртау ауданы емес. Сол ауданның оннан бірін алып, жалпағынан жайылып жатқан жаңа дәуір ұраны Молотов мәртебесінен соң кейінгі кемелденген заманда сірә айбынды естілетіндей көрінді ме, бір орысы болмаса да Горный атанған совхоз ежелгі Қожагелді ауылы Бай-Қошқар жұрты да емес. Сол ауданның, сол совхоздың шалғай бір пұшпағы Сары арқаның төріне шыға берістегі Қара ирек аталатын қоныс болса керек. Қойнауы терек, талды қарақат, шілікті, сай саласы бұлақ, көгі майса, суы мол, арқары қойдай өріп, киегі жыртылып айырылатын адыр, белесті құба жон, малды шаруашылықтың алыс отары. Мен университетке түскен жылы көкем табысы мол деп, осы бөлімшедегі бастауыш мектепке мұғалім болып ауысқан. Айналасы 30-ға жетпес баласы бар, 4 классқа бірдей сабақ береді, өзі би, өзі қожа. Мен келгенде ауылда 3-ақ үй қалған екен. Мұғалім, дүкенші, радист. Жұрт тегіс жайлауға көшкен. 200 шақырым төңіректе отырықшы ел жоқ. Социализмнің салқыны тисе де, коммунизмнің лебі шарпымаған медиен даладағы феодалдық арал. Жас ет, қою қымыз, мөлдір ауа, ұйыған тыныштық, бірақ ұйқы ауыр. Мынау қияннан суырып әкетеді, куаға тартып. Берекемді бұзады деп қорқа қоймаймын. Қайран қалғаным, бесіктегі баланың іңгәсіне дейін тіркеп отырған еткен өкімет. Тәлаба шәкірт менің өзімнің басқан ізім белгілі екен. Оқу бітіріп қолыңа тізгін тигенде қайтпек. Профессор Бейсенбай Марқабаев нұсқаған. Ғылымға беймәлім ежелгі әдебиет тарихына қалай түспексің? Көңілде тұрған, сұлбасы бөлек роман, хикаяттарға қалай кіріспексің? Қыбырлатпайды, тыпыр ете алмайсың. Бұл не деген сұмдық? Ойлағаныңнан 10 есе зұлмат, кенеуіне сыймаған, жамандықтан өзгені іздемеген еткен күш. Қия басқан қайда, қаттырақ ораласаң да күмән туғызады екенсің. Осылай кете береме? Енді неше ұрпақтың ғұмырын жұтады. Саңлау барма себездеген жарыққа. Арада 4-5 күн өткен соң, дөң астындағы қасқа бұлақтардың бірінде шілік ішінде бұқпалап жатып, суатқа келген киіктің ортекесін атып жыққаннан кейін, бұ дүниедегі тірлік жалт еткен жалғыз ұшқын ғана екенін түйсіндім. Ойшылдықты шектеп, аңшылықты доғардым. Үйде әжептәуір кітапхана жинақталған, шабаданды толтырып, тағы қаншама дүние әкелгем. Бір емес, 2 жазға жетерлік. Оқуға бас қойдым. Құдіретті комедия өмірдің фәнилігін,
әйгілейді. Бальзак пен Толстой биіктерге сілтейді. Бірақ мен арыдағы ұлыларды жиып қойып, жаңадан жария болып жатқан Буниннің 5 томдығына түстім. Қорқытпа мені дауылдан. Дүрілдеп тұрса тау мен сай, шатырлап тұрған жауыннан, жарқылдап тұрса түскен жай. Көк торғындай аспан көк, білемін жайнап ашылар. Иісі аңқыған бәйшешек түрлентіп жерді жасырар. Абай, ұлы Абай тәржімалаған. Россияның өзінде әзір ешкім танымаған 18 жасар баланың баспаға шыққан алғашқы өлеңін. Көкірегі ашық сол бір бала ғажайып ақын болған, тамаша прозашы болған. Өз заманының қаталды сұлу суретін өшпес таңбаға түсірген. Бірақ мені көбірек баураған сырлы орыс өмірі, зарлы иммиграция шежіресі емес. Гаябат туралы жыр, Лонгфеллодан аударма Абай тіліндей төгіліп тұр. Көңілге көрікті мұң құяды. Жарты жалғанды еркін жайлаған қазақ деген жұрттан тым құрса, осындай белгі қалар. Мәңгі жасайтын халық жоқ деседі ғой. Сол жылы жазда мен көп оқыдым. Жаңадан бір жол жазғам жоқ. Есесіне қаншама аударма жасадым. Өзім үшін. Болашақ ұлы майдан алдындағы бастығу сабақтары, күнделікті машық үзінділер, шағын әңгімелер, Чеховтан, Мопассаннан, Буниннен. Соңғысы ауырырақ соқты. Бальзак оңайырақ тәрізді, бірақ кезек жетпеді. Ал Толстойға жүрегім дауаламаған. Санатқа қосылғанымды, менің жеке өзіме арналған жалақор, қара кітап ашылғанын аңдаған сол бір жылы адам ретінде қалыптасып, қаламгерлік жолға нық қадам басыппын. Денім сауығып, рухым бекіп қайттым қалаға. Күнделікті тірліктегі шыжық пен түртпекке де, түпкілікті мұрат жолындағы табанды күреске де әзір едім. Келе сала Бейсекеңнің кепілдемесі бойынша Ғылым академиясының сирек кітаптар мен қолжазбалар бөліміне күмп бердім. Енді 50 жыл өмір сүрсем де осы сырлы қоймадан шықпаспын деймін. Жаңа бір әлемнің көкжиегі көтерілді. Физика факультетінде оқитын, сирағы түзу, шашы қысқа қиылған, татар шатыс тәп-тәуір қызым бар еді. Апта аралатып көрісіп жүрдім де бір жола суыстым. Аю адам орашолақ ертегі, Алатау мен Атыраудың бұлжыр сөзі көп, реалистік сыпаты төмен деп дәлелдедім де бекетпен ренжістім. Күзгі салқында ауылында барғанда өкпесі қабынған ба, бүйрегіне суық тиген бе, екі құлаш анықтама әкелген сәрсен академиялық демалыс алып ол кетті. Көмір тасуға шықпағанымды кек тұтты ма? Сұрағын бере берген көбестігім ұнамады ма? Сергей Сергеевичте аяқ астынан бұзылып, екі кісінің пәтер ақысын артығымен жалғыз өзім төлеп тұрғаныма қарамастан, үйін босатуымды талап етті. Орталықтан төлемі 3 есе, бірақ жарық, жылы пәтер тауып, бар кітабымды жинап, бар қағазымды ретке келтірген соң ғана университет студенті екенім есіме түскен. Ешкім жоқтамапты, бәрі бекеттің амандығын сұрасқан. Жазып жатыр, дедім, басқа сөз таппай. Ұят екен. Бірге өскен дос, маған жазығы жоқ, орынсыз соқтығып, көңілін қалдырдым. Ойлап тұрсам, көлденең жұрттан ыңғайсыз. Өкпелі ме, ол да әлденеге ренішті ме? Сырт айнала берген Баубекті жетектеп, іздеп бардым. Жалғыз басты ноғай кемпірдің аядай үйінің төргі бөлмесінде тұрады екен. Тап-таза. Бір бұрышта енсіз темір төсек, терезе алдында жалаңаш үстел, добал аяқ ұзын сәкі. Қабырғаға жалғыз шегеге ілінген кәстөм мен үстел үстінде
дудырап жатқан 2-3 дәптерден басқа бұдыр жоқ. Жып-жылмағай. Әрине сақал шашы өскен, жүдеген, аш, ақшасы болса да аш. Бізді көргенде қуанып қалды. Көңілі кірбіңсіз. Төс соғыстырдық. Сол кезде ғана қабағын түйді. Есіне бірдеңені түсіре алмағандай аз отырды.